Ассалаумағалейкумдар, қалайсыздар, амансыздар ма? Қараған ауданы Ақшұқыр ауылы, Жаңаөзен көшесі 27/2 үй тұрғыны Қуаты Бауыржан, Маңғыстау облысы, Қазақстан Республикасы. Мен айтайын, кеше охрана агентствоға жұмысқа аттарып жатырмық да. Енді сол жұмысқа тұрғанда сол ЖК-ны қараймыз ғой біздер, домды қараймыз. Сол ЖК-да ОСИ дейтін бар. Сол дейтін жаңағындай ішкі істер органдарымен бірлесіп, сол жерде контор ғой, жаңағы қай адам кіреді, қай машина кіреді дейтін сияқты. Сол жерде жаңағындай конторда. Ол негізі бірінші басында істегенде 12-ге дейін кіргізесің, 12-ден кейін кіргізбейсің дегенде қалған бірінші басында істеген кезде. Ол дейтін бер жағында кейін Ақшұқырдың баласы келіп, 12-ден кейін неге кіргізбейсің деп. Ол дейтін негізі 12-ге дейін кіргізбей ма, 12-ден кейін машина азая ма, сондай да ол жерде. Олар негізі айтқысы келмей ма, каждый охрана әртүрлі істей ма деген сияқты, сондай. Ол дейтін негізі өзі табель графигында 12-ге дейін кіргізіп, 12-ден кейін машина аз болса, онда да тіркелмеген болса, жаңағындай кіргізбеймін, осындай несі бар. Олар айтқысы келмей ма, мен сол айтайын деген бұл жерде. На самом деле сондай болу керек қой, ол дейтін осыда жаңағындай 12-ге дейін істейтін болса, 12-ден кейін кіргізбейтін, сондай қылу керек олар. Олар дейтін әрқайсысы әртүрлі сөйлейді, кімге сенерін де білмейсің. Осылар жаңағында айтқысы келмейді деген сияқты, олар дейтін осылар айту керек, осындай болады деп, жұмыс сыпаттары. Олар дейтін айтқысы келмей, сондай қылып жүрген ол ер қыз, әйел адамдар. На самом деле сондай болу керек, мен сол айтайын деген. Сосын бір күн істеп барып тұрық қой жалпы. Бір күн істегеннен кейін адам үсті басы киімдер тазалау керек, үсті басы кірлейтін мысалы да. Сол кездерде біздер бір күн істеп жаңағыдай киімдер тазалау керек, үсті басқа қарау керек деген сияқты. Сол кездерде не аламыз. На самом деле ол дейтін 2 күн қатарына істесек те болады жалпы. 2 күн қатар істеген үсті басын кірлейді, үсті басқа қарау керек, киімдерді ауыстыру керек деген сияқты. Ол да жаңағындай қарау керек. Оған үсті басын таза жүруге ауыстырып киетін киім болу керек, ресурс керек деген сияқты. Сондай короче. Содан кейін сол бір күн істеп тұрған. Болмаса оларды жаңағындай 2 күн қатарына істеп тұрып не қылатын болса, оларды сол кіретін өзінің белгіленген орнымен кіріп, белгіленген орнымен шығатын болады. Олар сол айтқанға көнбейтіндерді камераға түсіріп, интернетке салып, сондай қылу керек. Мен сол айтайын деген. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сендермен бірге болған охрана Бауыржан Бек Бауыржан Табынұлы жоғарыдағы, Түркістан Арыстанбап Бауыржан Бек Бауыржан ұлы ер адам Табынұлы жоғарыдағы, Перғауын патша Бауыржан Бек Бауыржан Табынұлы жоғарыдағы, Каган Бауыржан Бек Бауыржан Табынұлы жоғарыдағы, Жебірейлі Аллах Құдай, Аллах екі Құдай, Дәжелка бір Құдай, төртінші Аллах Құдай, Әрес Четирине Мавзевс бек Құдай, Бауыржан Бек Бауыржан Табынұлы жоғарыдағы. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Ол дейтін солай ғой, мен оларды істейтін болса, ондай былай белгіленген орнымен қылатын, интернетке салып, сондай болу керек оларды, камерадан қарап. Мен сол айтайын. Олар дейтін сөйтпесе, олар дейтін ол жерде қалаған істеп кіріп жүрген ол ер қыз, әйел адамдар. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Мен сол айтайын деген. Ол дейтін мысалы демалыс күн болып қалады. Демалыс күн болған кездерде, осында демалыс күн түскен кездерде біздер ол демалыс күнге қарамай біздер ол жіберуіміз керек, ондай жағындай видеоға түсіріп сондай қылу керек. Демалыс күн деп қарап отырмай. Ол демалыс күнге кетіп қалады, жағындай 6-шы күн болып қалады, 7-ші күн болып қалады. Сөйтіп бұлар не қылады, жағындай неден жағындай тәртіптен қашқысы келіп, сондай қылып жүрген ол ер қыз, әйел адамдар. Оларды сол жағындай түсіріп
6-7 күн деген сондай қараймыз. Жарай, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сендермен бірге болған Бауыржан, Бек Бауыржан Табыныров жоғарыдағы. Олар сондай болады, ондай нелері. Оларды ондай қоймау керек, оларды. Түрмеге жоқ қылу керек оларды. Істей алмайтын болса, ол жаңағындай характер көрсетіп, ол заң тәртіпті бұзған дейтін сондай болады ғой жауабы. Білмеймін, мен қалған охрандар не болған тұрған. Кеше Ақшұқырдағы бала келді, мен саған қойдым ана-мына деп. Жаңа охран бала сол жерде. Мен үндемедім жаңа келген кезде. Ол дейтін, неге 12-ден кіргізбейсің ана-мына дейді. Бір өзендегі бала емес деген кезде 12-ден кейін жапқан. Бұл жерде сондай түсініспеушілік. Олар дейтін айтқысы келмейді сондай. Мен сол айтайын дегенім. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Бұл жерде заң бұзушылық, сол жағындай көшіп келдің, ана-мына Қазақстан тараптары сондай, Қазақстанда местныйде осы жерде істеп жүргендер сондай. Олардың жағындай өзінің белгіленген заңымен өздерін құрту керек. Жарай, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сен соны айтайын дедім. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.